Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің дене тәрбиесі оқытушысы Нашабаева Халима. Бүгінгі онлайн режимдегі ашық сабағымыздың тақырыбы гимнастика сабағының қауіпсіздік ережелері, гимнастика түрлері. Сабақтың мақсаты: гимнастика элементтер арқылы гимнастикалық спорт тәсілдерін меңгеру, қауіпсіздік ережелерін сақтау, достыққа, ұйымшылдыққа, ұжымшылдыққа, бір-біріне көмек көрсетуге дағдыландыру, гимнастикалық элементтер тәсілдері арқылы төзімділікке, күштілікке, ептілікке, икемділікке баулу, дамытушылық, ағзаны шынықтыру, денсаулықты нығайту, тәрбиелік, дене бітімін дұрыс қалыптастыру, негізгі қимылдарды жетілдіру және акробатика мен жаттығулардың спорт түрлеріне үйрету. Гимнастика туралы түсінік. Гимнастика дегеніміз арнайы жаттығулар жүйесінен тұратын, адам денсаулығын нығайту және оның денесінің үйлесімді дамуы үшін қолданылатын дене шынықтыру мен әдістемелік тәсілдер. Қазақстанда гимнастиканың акробатика, көркем гимнастика және спорттық гимнастика сынды түрлері жақсы дамыған. Гимнастика спортшыларының халықаралық одағы 1897 жылы ұйымдастырылған. Қазақстан оған 1994 жылдан бастап мүше. Гимнастика сабақтарының қауіпсіздік ережелері. Белгілі бір спорт жабдығында гимнастикалық жаттығуларды бірнеше оқушы бір мезгілде орындауға болмайды. Секіру кезінде секірушінің екпіндей жүгіретін жолында және оның секіріп түсетін жерінде тұруға болмайды. Спорт құралдарында секіргенде міндетті түрде екі аяқпен тізені бүгіп түсуі керек. Арқан бойымен төмен түскенде екі қолмен кезек ұстап, екі аяқпен демеп, асықпай түсуі қажет. Акробатикалық және гимнастикалық құралдарда орындалатын жаттығуларды оқытушының рұқсатынсыз немесе команда берілмей бастауға болмайды. Гимнастикалық таяқшамен немесе секірпемен жаттығу орындағанда оларды жақын тұрған балаларға тигізіп алмауды қатты ескеру керек. Оқытушының немесе әріптесінің көмегінсіз спорт құралдарында күрделі жаттығулар орындауға болмайды. Спорт жабдықтарында жаттығуды орындалмас бұрын міндетті түрде олардың дұрыстығын тексеріп алу керек. Тексерілмеген спорт жабдықтарында жаттығулар орындауға болмайды. Сабақта үзіліс кезінде басқа да орындарда оқытушының ақыл кеңесін мұқият тыңдап алмай, күрделі жаттығулар орындауға болмайды. Қандай да бір жаттығуды орындағанда, әсіресе доп ойнап жүргенде, әріптестермен де, қарсыластармен де өте әдепті, сыпайы қатынаста болу керек. Себебі спортшы басқаға күш көрсетуден, спортшымын деп мақтанудан, тағы басқа да жағымсыз қылықтардан аулақ болуы тиіс. Спортпен шұғылданатын оқушылар өз ақылшылары дене тәрбиесінің оқытушысы және ата-аналар екенін естен шығармауы тиіс. Дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылданатын, спортпен айналысатын бала әр уақытта басқаларға үлгі болуы керек. Гимнастика сабағында міндетті түрде арнаулы киім кию қажет екенін ұмытуға болмайды. Гимнастика сабағында техникалық қауіпсіздік бойынша. Спорт залға спорттық киіммен кіруге ғана рұқсат етіледі. Киім сабаққа ыңғайлы, таза, жарасымды болуы қажет. Гимнастикалық снарядтарда тек қана оқытушымен немесе көмекшісіне шұғылдану керек. Снарядтардан итерілетін жерлерге гимнастикалық маттылар қою керек. Маттылар жайған кезде олардың үсті тегіс болуын қадағалау. Снарядтан секіру және итерілу орындау кезінде аяқтың ұшына жұмсақ төсе жүрелей отыру. Қиын элементтер мен жаттығуларды сақтандырусыз орындамау. Гимнастикалық снарядтарда жаттығулар жасағанда қауіпсіздік көбінесе олардың дұрыс орындалуында екендігін есте сақтау. Снарядтағы жаттығуларды дымқыл алақанмен, онда жара болғанда және де снаряд кір болғанда орындамау керек. Параллель брусьяда жаттығулар жасағанда жердейдің ені сіздің жеке көрсеткішіңізге байланысты оратылады. Ені кеуде ұзындығы көлеміне тең болуы керек. Сабақтан кейін қолды сабынмен мұқият жуу керек. Сабақ кезінде қолдың ауырсынуы, терінің қызаруы немесе алақанда қажалу пайда болуы. Сабақты тоқтатып дәрігер медбике көмегіне және кеңесіне жүгіну керек. Басқа оқушылармен жаттығуларды орындағанда снарядқа жақын тұрмау. Гимнастикалық снарядтарды жылжытқанда және орнатқанда мұқият беру. Арнайы арба және орнатқыш көмегінсіз ауыр гимнастикалық снарядтарды тасымалдауға және жылжытуға тыйым салу.
Брустардың биіктігін өзгерте, винттерді босатып, әр жердейдің екі шетін бір мезгілде көтеру қажет. Секіру снарядының аяқтарын әр жақтан кезек-кезек шығару керек. Брусьяның жерден көтергенде немесе түсіргенде темір тіреуіштен емес, жерден ұстау қажет. Әркез жаттығуларды орындау кезінде тіреуіш винттердің бекітілгенін тексеру. Гимнастиканың түрлері. Гимнастика жаттығу жүйесі болып табылады. Ол белгілі бір мөлшерде дайындығы мен дене күшін талап етеді. Өйткені оларда күрделі элементтер бар. Бұл ең көне спорт түрлерінің бірі. Олимпиада ойындарының бағдарламасында 1896 жылы гимнастика енгізілді. Бүгінгі күні бұл спорт өте танымал. Спорт түрлеріне акробатикалық, көркемдік, спорттық және командалық гимнастика жатады. Спорттық гимнастикадан әрбір спорт түрін қарастырайық. Бірінші акробатикалық. Тепе-теңдікті ұстап тұруға және айналуды жүзеге асыруға негізделген белгілі бір жаттығулардың орындалуын көздейді. Жалпы алғанда жаттығулардың 3 тобы бар. Секірулер, жұптар мен топтардағы жаттығулар. Екіншісі көркем. Спортшылар әртүрлі музыкалық жаттығуларды орындайды. Гимнастиканың бұл түрі тамаша икемділік, үйлестіруді дамытады және барлық бұлшықеттердің жағдайын жақсартады. Үшінші спорт. Спортшылар кейбір раковиналармен, сондай-ақ тегін жаттығулармен және қолдауға арналған секірулермен жарысады. Гимнастикалық артиллериялық раковиналардың түрлері едендік жаттығулар, жылқы, сақиналар, тірек секіру, барлар, шабандоздар мен журналдар. Команда. Жарыс әйелдер мен ерлер арасында, сондай-ақ 6-дан 12 адамға дейінгі болатын аралас топтарда өткізіледі. Бұл бағыттың туған жері Скандинавия. Жарыстар белгілі бір ережелерге сәйкес жүргізіледі. Сонымен бірге судьялардан талап етілетін көптеген талаптар бар. Олар жаттығулардың дұрыс орындалуына және спортшының пайда болуына қатысты. Сіздерге бүгінгі тақырыпқа гимнастикаға қатысты кішкене бейнероликтен үзінді. Бүгінгі онлайн режимдегі гимнастиканың түрлері атты ашық сабағымыз қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.